Сәлем достар, бауырыңыз ауырып жүрсе, осыны міндетті түрде қараңыздар. Бауырды тазалаудың 6 жолы. Ең алдымен 1 стакан таза суға лимон шырынын қосып араластырып ішесіз. Лимон шырыны бауырдағы токсиндарды шығарса, ал су оларды шаяды. Екінші, чеснок пен пияз жеңіз. Бұл әрекетіңіз туыс-туғандарыңызға ұнамауы мүмкін, бірақ бұған бауырыңыз риза болады. Чеснок пен пиязда өсімдік витаминдері бар. Майды ерітіп, организмдегі қалдықтарды тазалайды және бактериялар мен грибоктарды өлтіреді. Үшінші, расторопша пятнистая деген шөптің шайын ішіңіз және де осы шөптерді суға салып ішуіңіз керек. Ол дегеніміз бауыр клеткасын улы заттардан қорғайтын антиоксидант болып саналады. Төртінші, С дәрумендері мол жеміс-жидектерді көбірек тұтыныңыз. Түрлі түсті капуста, болгарский перец, құлпынай, лимон, капуста, шпинат, горох, апельсин, жалбуз, петрушка көп болған сайын жақсы, ал егер шикідей күйі болса, тіпті де керемет. Бесіншісі, одуванчик жапырағын кез келген түрін жеңіз. Шай, салат, суық сорпа және тағы басқа. Үйіңіздің жанынан ала салмай, экологиясы таза жерден алыңыз. Алтыншы, үнді тағамдарын дайындап үйреніңіз. Себебі ол тек дәмді емес, әрі пайдалы болып келеді. Тағам түрі куркума деп аталынады. Куркума бауырға өте пайдалы. Жақсы, сіздермен бірге болған Мадина. Келесі кезекте кездескенше. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.